Сәлем, қадірлі көрермен, сізбен тілдеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жәпішева. Әдеттегі форматта жаңалық талдамағалы біраз уақыт өткен сияқты. Бүгін солардың бірнешеуін шолып өткіміз келеді. Тоқаев азаматтардың билікке қатысты өз ойын білдіру, сыни пікір айту құқығынан ешкім айыра алмайды. Бұл олардың конституциялық құқығы және ол қатаң түрде заң аясында орындалуы керек деді. Ал 10 қаңтар күні полиция қоршауында қалған белсенділердің жазған арызына соттан полиция қызметкерлерінің әрекетінен жазаланатын қылмыстық әрекет анықталмады деген жауап келді. Одан бөлек парламенттегі партиялар бюджеттен қанша ақша алып жатқанын секунд сайын есептейтін Паразит.kz деген сайт ашылды. Сайттың дерегінше Нұр Отанға күніне бір пәтердің құны, яғни 18 миллион теңге аударылады. Бүгінгі шығарылымда осы жаңалықтарды, сонымен қатар Назарбаевтың жиені Нұрәлі Әлиевтің иелігіндегі компаниямен тұрмыстық зорлық-зомбылық заңына қарсы шығып жүрген заңгердің өзі зорлықшыл ма деген сұраққа жауап беретін боламыз. Бірақ бастамас бұрын лүпіл бас, жазыл, қоңыраушаны бас. Кеттік. Сонымен кеше Тоқаевтың баспасөз хатшысы Берік Уәли президенттің бас прокуратура басшылық құрамымен кездескенде айтқан сөзін Фейсбукке жариялапты. Былтырдан бастап Қазақстанда бейбіт жиындар өткізу туралы мүлде жаңа заң күшіне енді. Егер бұрын қолданыста болған заңда рұқсат алу процедурасы болса, жаңа заңда митинг өткізу туралы хабарласа жеткілікті. Сонымен қатар ірі қалалардың орталықтарында бейбіт жиындарға, оның ішінде наразылық акцияларын өткізуге арнайы орындар белгіленген. Бұл біздің қоғамды демократияландыру жолындағы өте маңызды қадам. Бұл саясатты біздің қоғамда ғана емес, шетелдерге де түсіндіруіміз керек. Жиын өткізгісі келетіндер жаңа заңға бағынуға міндетті. Азаматтардың билікке қатысты өз ойын білдіру, сыни пікір айту құқығынан ешкім айыра алмайды. Бұл олардың конституциялық құқығы және ол қатаң түрде заң аясында орындалуы керек. Өзі айтқан конституциялық құқықты өздері ақ үнемі аяққа таптайтынын ұмытып кете беретін секілді. 16 желтоқсанда құрбандарды еске алып шыққанда 10 қаңтар күні өтірік парламент сайлауына қарсы бейбіт митинг өткенде қыстың күні белсенділерді үскірік аязда қоршап ұстап тұрғанымен қоймай, әжетханаға да баруға мүмкіндік бермегенін естеріне салайын. Айтпақшы, осыдан соң бірқатар белсенді жемқорлықпен күрес агенттігінің Алматыдағы департаменті мен Алматы қалалық прокуратурасына арыз жазған. Айзат Әбілсейіт есімді белсендінің арызына мынандай жауап келді. Қызметтік тексеріс кезінде полиция қызметкерлерінің әрекетінен жазаланатын қылмыстық әрекет анықталмады. Бұл арыз номенклатуралық іс ретінде тіркелмейді. Яғни 7-8 сағат бойы адамдардың қозғалуына кедергі келтіріп, қоршаудан шығармай тұрғаны ешқандай қылмыстық әрекет емес екен. Мұны бұған дейін көптеген халықаралық ұйым репрессиялық әдіс азаптау деп атаған. Ал енді белсенділер прокуратураның арызды тіркемегеніне қатысты сотқа арыз жазады. Я қызық, мұнда президент өзге әлемдегі Қазақстанды айтып, конституциялық құқық деген сөзді асқақтатып айтып жатыр. Ал бір жағында бұл айтқан сөзінің мардымсыз екені ашылып жатыр. Тағы бір жаңалық. Жақында тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы заңға қарсы шығып жүрген Мәдияр Әлжаппаров есімді заңгердің бұған дейін кәмелетке толмаған баланы зорлады деген мәлімет тарады. Бұл заңға қарсы шығып, теледидарда сөз сөйлеп жүргендердің бірі. Ветер левого берега атты телеграм-каналында оның бұған дейін 2 зорлық іс үшін сотталған жазылған. Масамедиа журналисті зорлық-зомбылық туралы заңға қарсы шығып жүрген адамның өзі зорлықшы ма деген сұрақпен мәселені анықтапты. Басылымның жазуынша Мәдияр Аймұрзаұлы Әлжаппаров есімді азаматтың үстінен 2 қыз зорлады деп іс қозғаған. Оның біреуі кәмелетке толмаған. Іс құжатында 2 қызды да өз көлігінде зорлағаны, көнбесе тапанша кезеп жыныстық қатынасқа күштегені. Оны видеоға түсіріп, полицияға барсаңдар, мұны желіге таратып жіберемін деп қоқан-лоқы көрсеткен. Ал сотта Әлжаппаров өзінің кінәлі емес екенін алға тартқан. Сотта келтірген деректер, экспертиза оның кінәлі екенін көрсетіп, қылмыстық кодекстің 120-121 бабы бойынша кінәлі етіп танылған. Масамедиа бұл заңгермен жұмыс істейтін орны
мемлекеттік кіріс комитет сайтынан іздеп көрді. Нәтижесінде зорлыққа кінәлі адаммен аттас бір адам шыққан. Ол Қарағандыда тұрады екен. Ал ол жұмыс істейтін әділ заңгер ЖК сонда орналасқан. Енді міне оның мына жазбасына қарайық. Шын мәнінде талқылаудан тайқып, жеке басыма өтіп жатқанға бұрын сотталмағанымды айтамын. Әділетсіздікке ұшыраған алғашқыда соңғыда адам емеспін. Өзімді кінәлі санамаймын, бірақ құрбанның да рөлін сомдамаймын. Елімізде әділдік болу үшін қолдан келгеннің бәрін істеп келем. Ешкімнен тығылып, фамилиямды өзгертіп, мемлекеттен қашқан ешкім жоқ, деді ол. Түрлі ақпаратқа сенсек, ол заң жобасын талқылайтын топтың құрамында бар. Оның зорлық үшін сотталғаны белгілі болғаннан кейін, ол жұмыс топ құрамынан шығарылған туралы мәлімет пайда болды. Келесі жаңалық Ranking KZ дерегінше соңғы 3.90-да 11.400 маман біздің елден кеткен. Оның 3.331-і техникалық, 1.714-і экономика, 1.064-і педагогика, 561-і медицина саласының қызметкері. Көбіне Қарағанды және Шығыс Қазақстаннан кетіп жатыр. Сол аралықта Қазақстанға келген мамандар саны 3,5 мың ғана. Яғни кеткен адамдардан 3 есе аз. Кетпей қайтсын, қарапайым мысал ретінде медицина қызметкерлерін алайық. Карантин басталғалы үздіксіз қызмет етіп, ақырында үстемақы ала алмай жүрген кімдер еді? Ал шенеуніктер, судьялар мен полицейлердің шетелге көшіп кетпейтініне таң қалудың қажеті жоқ. Елде осындай мәселелер барда Назарбаевтың бұған дейін Қазақстаннан біреу шетелге кетсе, алаңдаймын деген сөзінен түкте пайда жоқ екенін еске түсірейік. Айтпақшы, кеше 17 ақпанда Қазақстан парламентіндегі партиялар бюджеттен қанша ақша алып жатқан секунд сайын есептейтін Паразит KZ деген сайт ашылды. Оны кәсіпкер Санжар Бұқаев іске қосқан екен. Оның ойынша парламентте отырған саяси партиялар мемлекеттің бюджетінен мүлде ақша алмауға тиіс. Мемлекеттің саяси партияларды қаржыландыруы республика бюджетінің ең пайдасыз шығыны болып отыр. Ерінбей сайт әзірлеушілерді жалдадым. Енді барлық қазақстандық Паразит KZ сайтынан партияларға секунд сайын қанша ақша түсіп жатқанын көре алады. Жылдың алғашқы 1,5 айында оларға 1 миллиард теңге жұмсалған. Нұр Отанға күніне 18 миллион теңге аударылады. Бұл бір бөлмелі пәтердің құны. Ал Ақжол айына 84 миллион теңге не күніне 2,8 миллион теңге алады. Халық партиясы да солай. Осы себептен олардың барынша ашық және тиімді болуына талап етем. Әрқайсымыз осыны талап етуіміз қажет. Менің ойымша, саяси партиялар салығымызды алмауға тиіс. Олар мемлекет пен қоғамдағы паразиттер. Жұмыс істеп халық атынан сөйлеуге құқы бар екен дәлелдесін. Мүшелік жарнаға өмір сүрсін. Мен өз позициямнан тайқамаймын, деп жазды ол Facebook парақшасында. Қазақстанда парламенттегі партиялар мемлекет бюджетінен қаржы алатын бәрі білетін шығар. Қанша алатыны ең соңғы сайлауда жинаған дауыс санына байланысты. Партия қаншалық көп дауыс жинаса, бюджеттен соншалық көп ақша алады. Ал енді Назарбаевтар отбасына қатысты жаңалыққа қарайық. Азаттықтың хабарлауынша Транстелеком компаниясының акцияларының 75%-і Нұрәлі Әлиев құрылтайшысы саналатын Юнит Телеком компаниясына өткен екен. Нұрәлі Әлиев Назарбаевтың жиені, Дариға Назарбаева мен Рахат Әлиевтің үлкен ұлы. Жалпы Транстелеком деп аталатын акционерлік қоғам 98 жыл құрылған және Қазақстандағы ең ірі байланыс операторларының бірі. 11 ақпан күні Қазақстан премьер-министрінің қаулысында былай жазылған. Марлен Сәбитұлы Мұхановқа Транстелеком акционерлік қоғамның акциялар пакетінің 75%-і минус 1 акциясы Юнит Телеком жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің пайдасына иеліктен шығару жөнінде мәміле жасасуға рұқсат берілсін. Азаттықтың дерегінше Нұрәлі Әлиев 13-14 жылдары аталмыш Транстелеком басқарма төрағасы болған. 14-16 жылдары Астана қаласының әкімінің орынбасары, ал 16 жылы Транстелеком директорлар кеңесінің төрағасы болып тағайындалған. Сол жылы Транстелеком акциясының 49%-і Марлен Мұхановқа өткен. Ал Марлен Мұханов деген адам Нұрәлі Әлиевтің сенімді адамы саналады. Forbes кезеттің дерегінше 35 жастағы Нұрәлі Әлиев Капитал Холдинг инвестициялық холдингінде НД Капитал венчурлық қорына иелік етеді.
байлығы шамамен 269 миллион доллар. Назарбаевтың жанұясындағы әр адам сияқты ол да миллионер. Бүгінге осы әдеттегідей каналдың дамуы мен видеолардың шығуын қолдаймын деушілер осы видеоның сипаттамасында немесе мына жерде берілген Каспи шотқа қандай да сома аудара аласыздар. Видеолардың ары қарай шығуына әр тиын үлкен көмек. Міндетті түрде видеоның астына пікіріңізді қалдырып, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар.